Ақтөбеде 58 отбасы үйіндінің астында қаламыз ба деп үреймен күн кешуде. Олар тұратын 2 қабатты 5 баспана бір емес бірнеше рет апатты деп танылған. Әкімдік қауіпті жағдайда өмір сүріп жатқан жұртты көшіруге жыл сайын уәде береді, бірақ орындамай келе жатқан көрінеді. Құзырлы мекемелердің табалдырығын тоздырып, әбден шаршаған жұрттың жанайқайын тілшіміз Гүлвира Сейтенова жеткізіп берсін. Чекалин көшесіндегі бұл 2 қабатты үйлер өткен ғасырда түрме жұмысшыларына арнап уақытша салынған. Кейін тұрғындардың кейбірі көшіп кетті, ал басқа баратын жері жоқтар пәтерлерді жекешелендіріп алған. 2000 жылдардан бастап ескі баспана сыр берді дейді тұрғындар. Балкондары қирап, қабырғасы сөгілген бірнеше үйді 2005 жылы қала билігі апатты деп танып, тұрғындарды дереу көшіреміз деген. Бірақ зейнеткерлер мен тұрмысы төмен отбасылар әлі күнге дейін қауіпті үйді паналап отыр. Канализацияларымыз көтеріле береді без конца. Вот недавно үйімізге су кірді. Сонда шиліктеп тасыдық. Жыладым да, айттым да. Көреміз, будем строить. Шаршадық, көп шаршадық. Уәде берді, келесі жылда тағы да аламыз деді, болды. Үйді аласыңдар. Бірақ бір үйден береміз жыл сайын. А бізде 5 үй. Ал санаңдар. 4-5 жылдан кейін білмеймін, мына үйде қолтыра ма, тұрмай ма. Бәрі квартирге шығып кетті. Өйткені бәрінде жаңағы төбелер құлап жатыр. Сосын үйлерін тастап квартирге кетіп қалды. Сатқысы келді, мыналар деген бәрі де берді. Бірақ аварийінде тұрған адамдар алмайды деп, сата алмай отыр. Жақында үйлердің бірінің 2-ші қабатынан қабырғаның кірпіші құлап, балалы әйелді жазымғыла жаздаған. Сол оқиғадан бері мұндағы халықтың қорқынышы еселене түсті. Әкімдіктен келген комиссия құлаған жарды қарап кеткен, кейін хабарсыз қалды дейді. Чекалина көшесінде осындай апатты деп танылған 5 үй бар. Әкімдіктің басқа жерге көшіреміз деген уәдесін тұрғындар 15 жыл бойы үміт үзбей күтіп келеді. Әкімдіктегілер бұл 5 үй тұрғындарының тағы да шыдауына тура келетінін айтады. Оларды Қызылжар ауылынан салынатын көп қабатты жаңа үйге көшіреміз дейді. Бірақ ол үйдің құрылысы әлі басталмаған. Жұмыстар осы декабрьдің басынан басталады. Аяқталу енді 2 этаппен болады. Бірінші этап это 20 квартира беріледі, 1 сентябрьға дейін. Қалған 2-ші этап ол уже осы келесі жылдың аяғынан басталып 23-ші жылдың 1-ші кварталға дейін беріледі. Қалған 38 квартира. Тұруға жарамсыз 5 үйде 58 пәтер бар. Соның ішіндегі ең ескісінің тұрғындары 1-ші кезекте көшіріледі. Ақтөбеде 47 үй апатты деп танылған, оның 30-ы көп қабатты. Гүлвира Сейтенова, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбе.